Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 22-ші сабақ 12, 13, 14, 15-ші жаттығуларды бірге орындаймыз. 12-ші жаттығу. Өлеңді мұқият тыңда. Жақсы мен жаман. Жақсы деген немене? Әдеп пенен өнеге. Үлкендерді сыйлауың, ақыл сөзін тыңдауың. Жаман деген немене? Жаман деген жақсы емес, жей қоятын тәтті емес. Жақсы істерді көрмеуің, кішіге көмек бермеуің. Авторы Абдурахман Асылбековтен. Өлең не туралы? Өлең мазмұнын өз сөзіңмен айтып бер дейді. Балалар, өлең жақсы мен жаман туралы айтылған, Өлең мазмұнында өз сөзіңмен айтып бер дейді. Яғни жақсы деген ол адамдарды сыйлау, тыңдау. Ал жаман деген ол адамдарға әдепсіздік, құрметсіздік көрсету. Жақсы мен жаман қылықтар туралы топта талқыла. Талқылау барысында қыстырма сөздерді пайдалан дейді. Мысалы, үлгіде көрсетіп тұр. Меніңше, үлкендерді сыйлау жақсы қасиет. Бұл жерде меніңше деген қаратпа сөзі. Енді біз былай жазамыз. Әрине, үлкендердің ақылын тыңдау жақсы қасиет. Келесі, өлең мазмұнын ашатын мақал тауып айт. Жақсы адам жарық, жаман адам қараңғы. Бірінші мақал. Екінші мақал, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Осылай жазуға болады балалар. Келесі сабақ түсінікті болса, келесі жаттығуды орындаймыз. 13-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз дейді. Жақсы сөз сүйіндіреді, жаман сөз күйіндіреді. Осы мақалды жаттап, дәптерімізге жазып аламыз. Енді келесі 14-ші жаттығу. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгіні қойып, көшіріп жаз дейді. Ол шынында да жақсы бала. Рас, ол өте көп біледі. Бұл тапсырманы орындамағансың ау сірә. Қандай тыныс белгісін қойдың? Неліктен? Балалар, біз бұл жерде бірінші сөйлемде ол шынында да жақсы бала деген жерде біз шынында да дегеннің екі жағына үтір қоямыз. Өйткені шынында деген ол қыстырма сөз болады. Қыстырма сөз ортасында болса, екі жағына да үтір белгісін қоямыз. Екінші, рас, ол өте көп біледі. Қыстырма сөз басында келіп тұр. Басында қыстырма сөзден кейін біз үтір қоямыз. Үшінші сөйлемде қыстырма сөз сірә деген сөз. Егер сөйлемнің соңында кездессе, қыстырма сөз үтір қыстырма сөздің алдына қойылады. Ойыңды дәлелдеуді үйрен дейді. Бұл қыстырма сөз өйткені, яғни қыстырма сөздер шынында, рас, сірә. Бұлар қыстырма сөздер. Өйткені сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан көзқарасын білдіретін сөздер. Осылайша балалар, сабақ түсінікті болса, келесі шығармашылық үзіліс, 15-ші жаттығу. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Адам көп екен. Кезекте тұрғандардың арасына кимелеп кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдіріп, Бауыржанға жаратпаған кейіп танытты. Бірақ Бауыржан түк істемегендей тұра берді. Бауыржанның орнында сен болсаң не істер едің? Балалар, сендер Бауыржанның орнында тұра берсеңдер, не істер едіңдер? Кезекте тұрып, өз кезегімді күтер едім. Меніңше, кезек күтпеу жаман қасиет. Балалар, Бауыржанның істеп тұрғаны бұл әдепсіздік. Кез келген жерге барғанда, яғни кезек күтуіміз керек. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды, балалар. Сабақ түсінікті болса, видео ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Және достарымызға таратып, лайк басайық. Келесі кездескенше сау болыңдар.